Әйелдер тек жасаған опасыздықты кешіре алмайды. Егер ойын ережесін басынан ұйымдастыратын болсаңыз, әйелдер тек оны еріксіз қабылдайды. Алайда ойын барысында ереженің өзгергенін жандары сүймейді. Үздіксіз ұлы дос, ол ешқашан саған опасыздық жасамайды. Конфуций. Оның қаншалықты ауыр болатынын білетін адам опасыздық жасамайды. Майкл Джексон. Бізге аузымызды жапқандай үндемеу, өзіңе опасыздық жасау. Екі жүздіге көрсетілген сенім оған опасыздық етуге мүмкіндік береді. Ұрлық, опасыздық бұл ұлттық дәстүрлер емес, ұлттың ішінде көркеуделік. Қашу жаудан құтылудың жолы емес, өлімнен де жаман, ауыр опасыздық. Бауыржан Момышұлы. Кейбір адамдар қарым-қатынасқа ойын сияқты қарайды. Олар ойнайды, жалыққан кезде алдайды. Олар сізге опасыздық жасайды. Бұл сіздің де болғаныңызды білдірмейді. Сіз өзіңізді өз деңгейіңізде. Опасыз болмаңыз, сенімді адамды қалдырмаңыз. Опасыздықта ұят жоқ, ұятта адалдық жоқ. Махаббат басқа, құмарлық басқа. Махаббат жоғалған кезде жек көру пайда болады. Егер сен опасыздыққа ұшырасаң, ең жақсы нәрсе оның себебін өміріңнен өшіру. Опасыздық сүйіспеншілікті өлтіреді. Сатқындық бұл адам баласының бір-біріне жасай алатын ең үлкен құрметсіздігі. Егер сіз бір қарым-қатынаста бақытсыз болсаңыз, оның басқасын бастамас бұрын аяқтаңыз. Опасыздық адамға жасай алатын ең кіші асыл әрекеттердің бірі. Егер сен үшін бәрін жасауға дайын адамға опасыздық жасасаң, онда өзіңе опасыздық жасаған боласың. Сен маған өтірік айтқан жоқсың. Сен екеумізге де өтірік айттың. Сіз жүректі сындырған жоқсыз. Сіз болашақты бұздыңыз. Өз серіктестерін опасыз деп үнемі айыптайтындар көбіне сатқындықты жасайды. Сенім білдіргендер ғана махаббат пен бақыт таба алады. Тек сүйетіндерге ғана опасыздық жасалуы мүмкін. Біз әрқашан өзімізге жақсы көретін адамдар туралы 2 рет өтірік айтамыз. Алдымен оның артықшылықтары үшін, содан кейін кемшіліктері үшін. Сәтті қарым-қатынас құру үшін тек 2 адам қажет. Мұны істеп шығару үшін тек 1 адам қажет. Адамды өзі жақсы көретін адам оңай алдайды. Нағыз ер адам екінші қатынасты бастамас бұрын бір қатынасты аяқтайды. Ара қашықтық қарым-қатынаста опасыздықтың немесе сатқындықтың себебі емес. Шыдамдылық пен ұстамдылық бізді адам ететін. Опасыздар
махаббат ләззатын біледі. Махаббат трагедияларын адал адамдар біледі. Еркектер табиғатынан опасыз, әйелдер кек алу үшін алдайды. Зинаны ақтауға болады. Жан аз нәрсені қажет етеді. Опасыздық пен сүйіспеншіліктің арасында әрқашан таңдау бар. Опасыздық дегеніміз басқа денелерден құмарлықты табу әрекеті емес. Бұл өз бойындағы құмарлықты қайта табу үшін сылтау. Опасыздықтан зардап шеккен адам алдымен зардап шегеді. Бірақ одан кейін опасыз адам зардап шегеді. Егер сіз азғыруға душар болсаңыз, онда сіздің жағымсыз салдарыңыз болады, және әдетте оған душар болудан да жаман боласыз. Басқа жағынан алып қарағанда, опасыздық басқа адаммен бірге болу жеткіліксіз екенін көрсету үшін опасыздық жасай алатын ең жақсы әрекет болуы мүмкін. Опасыздық менсінбейтіндікке, опасыздыққа, өтірікшіге және сенімсіздікке тең. Басқа адамға зиян келтірмесеңіз, опасыздық табиғатынан жаман емес. Опасыз болып, өз қабіріңді қаз. Кәпір бұны түсінбейді. Дегенмен, әр адалдық әрекетінде ол өзінің өмірінің жақсысын жою үшін ұпай қосып отырады. Еркектер әйелдерге қарағанда көп алдайды. Әйелдер жақсы. Опасыздық бірінші жүректе пайда болады. Содан кейін әрекетке көшеді. Әйелдің өзгеге көз салуы, күйеуінің әйелі алдында қалауы мен талаптарын дұрыс орындалмауының нәтижесі. Өзіңе лайық емес адамды сүйіп жүріп, ол адамның опасыздығын білу, есту, көру ең ауыры. Әйелдердің көпшілігі үшін опасыздық түнілу қадамы, және ерлер мұны түсіну керек. Күйеуі үнемі әйелдің кінәсін іздеп отырса, оның қадірін басқа адам табады. Нағыз еркектің опасыздыққа уақыты жоқ. Өйткені ол жақсы әйелге лайықтының бәрін алып жасап беруден бос емес.